Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын қымбат шешу арқылы шығарып алайық. Тыңдаймыз ба бұл уақытта? Иә. Қар мұз еріп, су көбейіп, бүршік шашып, жапырақ ашып, бәйше шектер басады. Бұл қай кезде болады? Көктем. Қай кезде болады екен? Көктем. Өте дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көктем. Ендеше балалар, көктем мәтінімен таныс болайық. Біз жаққа жылы жақтан құстар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Ең алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қара торғайлар жетеді. Қар еріп болған кезде мұз торғайлар ұшып келеді. Өзендердің мұзы ерігенде басқа құстар да келе бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Жақсы, ұлықтарын тыңдадық, иә? Енді Оқушылар естідіңіздер ме көктем мәтінін, иә? Бүгін бізге көктем деген мәтін беріліп отыр. Мұхтар Әуезовтің көктем мәтіні. Енді мен сіздерге оқып көрсетейін оқушылар бірінші. Бүгінгі тақырыбымыз көктем мәтіні. Оқият тыңдалдық, иә? Енді мен сіздерге оқып көрсетейін. Мұхтар Әуезовтың көктем мәтіні. Көктем келді, күн жылынып қалды. Bir жаққа жылы жақтан құстар қайта бастады. Олардың бәрі бір мезгілде ұшып келмейді. Ең алдымен ұзақ қарға, олардан кейін қарға торғайлар жетеді. Қар еріп болған кезде боз торғайлар ұшып келеді. Өзендердің мұзы ерігенде басқа құстар да келе бастайды. Ал күн жылынғанда бұлбұл мен қарлығаш оралады. Мәтін оқушылар түсінікті ме? Енді балалар, түсінікті болса, сұрақ жауапқа жауап берейік. Бірінші сұрақ, мәтін неліктен көктем деп аталған? Кім айтады? Неліктен көктем деп аталған? Кім айтады? Аяғы айта қойшы. Себебі көктемде күн жылады, сосын өзендердің мұзы ериді, сосын жылы жаққа құстар келеді. Өте жақсы, жарайсың. Көктемде күн жылынады, мұздардың бәрі ериді, және бірінші біздерге балалар өлкемізге құстар келе бастайды. Ал екінші сұрақ, құстар қай жақтан келеді екен оқушылар? Кім жауап береді? Құстар қай жақтан келеді екен? Кім айтады? Неден айта қойшы? Құстар жылы жақтан ұшып келеді. Өте дұрыс айтасың, жарайсың. Құстар жылы жақтан ұшып келеді. Себебі біздің жағымыз не істеді? Жылына бастады. Сондықтан құстар жылы жақтан біздерге ұшып келеді екен. Ең алдымен қандай құстар ұшып келеді оқушылар? Кім айтады? Мана мәтінді тыңдағандай, ең алдымен қандай құстар ұшып келеді екен? Кім айтады? Мен. Кім айтады? Тағы. Менен айта қойшы тағы. Айта ғой. Қандай құстар? Маған қамқор болуымыз керек. Оларға не беруіміз керек? Жем беруіміз керек. Ұясына қамқорлық жасауымыз керек. Егер де құстың балапанына не тиеді? Мысық тиюі мүмкін, ит тиюі мүмкін. Оларға біз не істеу керек? Қорғауымыз керек. Енді балалар, дәптерге жазамыз екінші жаттығуды. Бас әріппен бастаймыз оқушылар. Сосын үтір қойғанда үтірді қоямыз. Нүкте қойғаннан кейін қалай жазамыз?
Bas harfin yazamız. Söylem ayakkabıdan keyin nükte koyarız. Әдемі етіп, дәптерімізге жазамыз. Ашып жаза қойыңдар. Аша қой дәптеріңді. Сағалы ашып. Үйін шарты болды, жаза қойың. Әдемі етіп жаза қоямыз. Екінші жартымызды жаза қоямыз. Әдемі етіп жаза қоямыз. Бас әріппен бастаймыз. Әдемі етіп жазамыз. Қиғаш қоямыз дәптерді. Әдемі етіп қоямыз. Асықпай жазамыз.
İyi жақсы. Жарайсың. Өте жақсы. Жарайсың. Болғандарымыз оқушылар күйіс жаттығуды қарай берейік. Үшінші жаттығуға қарай берейік. Болғандарымыз. Бірінші кітапқа қарай қой, тәжірибе. Яғни болсын. Болдық па? Ұлған болдық па? Ал. Болдық па оқушылар? Енді кітабымызға қарай қояйық. Үшінші жаттығуды қарайықшы. Иә. Үшінші жаттығуды қарайық. Оқу оқында үшінші жаттығуды қарайық. Болғандарымыз. Қарай тұрайық үшінші жаттығуды. Үшінші жаттығуды қарайық. Болғандарымыз. Üçüncü jаттығуды